السلام عليكم إخوة الأكارم، كيف حالكم؟ عندنا اليوم لغة العربية. Мында көріп тұрғандарыңыз оқушылар, сабақта оқып отырған оқушылар. Я айюхат туллаб немесе айюхат туллаб, ей оқушылар деген сөз. Бірінші суретте қыздар ұлдар араласып отыр, қараңыздар. Екінші суретте қыздар көп, үшінші суретте ұлдар көп. Сонда да байқасаңызда, үш суретте де айюхат туллаб, ей оқушылар деп ертегінде айтылып отыр. Қарасаңыздар, бұл жерде ерлер араласып отырса да, немесе сыныпта 10 ұл бір қыз, немесе керісінше 10 қыз бір ұл болса да, сол жерде бір еркек болса да, солардың ішінде ер кісінің құрметі жоғары болғандықтан, оларға ерлерге сөйлегендей я айюхаттуллаб деп айтамыз, арасында бір ұл болса да. Ал егер сыныпта ыңғай барлығы 10 қыз болатын кезде ғана я айятухат талибат, ей оқушы қыздар деп айтамыз. Араб тілінің бір кереметтілігі, 10 қыздың ішінде бір ұл отырса да, немесе 10 ұлдың ішінде бір қыз отырса да, оларға ұлдарға жасағандай сөз